Некелесу адам өміріндегі ең маңызды рәсімнің бірі. Ол екі жастың өмір бойына бір боламыз деп берген серті. Алайда кейбір діни топтар Құдай алдында қиылуға тиіс қасиетті некені ойыншыққа айналдырып жүр. Олар мешітке бармай, имам алдында отырмай, жасырын пәтерлерде өз беттерінше неке қию рәсімін жасай береді. Бұны жауапкершілігі бар қасиетті институт емес, өз мүдделеріне қызмет ететін уақытша рәсім қылып алған. Некелеріңіз қиылды. Сонда куәгерлер болмай ма? Алладан басқа қандай куәгер келінді? Олар әдетте ешқандай заңды тіркеусіз, куәгерсіз, тіпті діни талаптарға сай келмей жасалынады. Ар жағындағы басты ниет түсінікті. Ол уақытша нәпсі тойдыру, әйелді пайдалану, белгілі бір уақыттан соң талақ қылу. Боссың, кет бар, талақ, талақ, талақ! Мұндай әрекеттердің салдарын ең алдымен әйел адамдар көреді. Соның кесірінен жастай жесір қалғандар, некесіз туған балалар көбеюде. Дін атын жамылып некені құнсыздандыру, отбасы іргетасына балта шабу. Оның қоғам мен Құдай алдындағы жауапкершілігін еске тұтып, жатағымның жалған ұранына алданбаған ләзім.